Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Бүгінгі видеомда ең қытырлақ, дәмді, ең бастысы өзіміз әзірлеп алатын попкорнды дайындау тәсілін көрсететін боламын. Барлық ингредиенттер төменде көрсетілген. Попкорнымызды дайындау кезінде ең ескеретін жайт, бізге шұңғылда отыз қажет болады, яғни кастрюля немесе сковорода. Ең алдымен бізге осындай попкорнға арналған дәні болады, соны аламыз 140 грамм. Содан соң кастрюлямызға 40 мл сұйық майымызды құйып, сәл қыздырып, шекерімізді салатын боламыз. Шекеріміз ери бастаған сәтте дәнімізді саламыз. Отымыз орта деңгейде тұруы қажет. Мінекей осы кезде арнайы попкорнның дәнін саламыз. Бұл көптеген магазиндерде сатылады. Осылайша барлығын салып, жақсылап араластыра бастаймыз үздіксіз. Осы дәніміз қызған сәтте жарылып бастайды, сол кезде қақпағын жауып қоюымыз қажет. Барлығы қазір видеода түсінікті көрсетілген. Хоп, міне біреуі жарылды. Енді осылайша бір-екеуі жарылған сәтті күтіп, содан соң қақпағын тығыз жауып тастаймыз. Содан кейін бізде фонтан басталады. Қараңыздар, өте керемет, прям фантастика ғой бұл деген. Иісі деген прям хош иіс болып, үйдің барлығын алады. Бірден жегің келіп кетеді, тәбетіңді ашып. Осылайша барлық дәннің барлығы жарылып болғанша күтеміз. Арасында кастрюлямызды шайқап тұруымыз қажет. Себебі арасындағы дәндер барлығы түгел дерлік жарылуы қажет. Мінекей достар, попкорнымыздың барлығы жарылуда. Осы сәтте бізге қантымыз сіңіп, попкорнымыз дәмді, тәтті бола түседі. Барлығының жарылғанын күтеміз. Түпкі жағы қатты күйіп кетпеуі қажет. Сол үшін осылайша шайқап тұруды ұмытпаңыз. Мінекей достар, үй жағдайындағы ең дәмді попкорнымыз дайын болды. Сіз де жасап, үй ішіңізді қуантуға кеңес беремін. Сондай қытырлақ және дәмді. Видеоны соңына дейін көргеніңізге алғысымды айтамын.